анаңызды қаншалықты, қай дәрежеде ешкім ойламаған, мысалы өлшем бірлік болатын болса, қай дәрежеге дейін жақсы көреміз? Аспан мен жердей. Аспан мен жерде дейді бәрекелді. Дәл осы сұрақ Дина жеңеше. Ата-анамызды, Байжан әкеңізбен, Боранкүлдей өзіңіз анаңызды қаншалықты қай дәрежеде жақсы көреміз? Жанынан жақсы көремін. Бұлайша айтқанда, Алла разылығы үшін шексіз жақсы көреміз деп бастайық бәрекелді. Енді ардақты ағайын, әрбір үйде дәл қазір мына біздің Бәкең болсын, Әли әпкеміз болсын, подарок беріп жатқандар, енді кішкене назар ортаға бір тұрсаңыздар, жалпы ұл қыздарың кішкене жақындардаршы екеуіңіз. Боранкүл құдағи, мына жалпы мен ұл қыздарыңыз әдей жақындап тұрмын. Сіздерді айтады, ата-анамызды дейді, екеуі айтып жатыр, шексіз жақсы көреміз дейді. Иә, бәрекелді, шексіз жақсы көреміз дейді. Мына бір керемет сөз ардақты ағайын. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жырақтаған, бастық бүндеп, бай бүндеп кеуде көрме, көрмен төрдің арасы бір-ақ қадам деген ардақты ағайын. Тірі кезінде ата-анамызды сыйлап, жақсы көріп, мынау арнайы маңдайынан сүйіп, анамыздың екі көзін сүйетін болса артық үлкен сауап екен. Мына жалпы бір осы өмірде дін саласын үлкен ағамыз бар, соғыс айтып жатыр ағайын. Бір күні туған інім менің автокөлігімді сұрап, ата-анамды, яғни менің анаммен өзін бала шағасын салып Шымкентке бір тойға кетті дейді. Көлігімді сұрады, көлігімді бердім, бірақ екеуі жолға кеткен кезде мен білген жоқпын, анамды соңғы рет көріп тұрғанын сол кезде деп ардақты ағайын. Яғни көлік апатына ұшырап, анасы өмір өткен екен. Анамды соңғы рет көретінін білгенде мен ол кісінің жылап тұрып табанын сүйетінен ардақты ағайын. Өйткені ананың аяғының астында жәннаттың кілті бар дейді. Ақ жаулығын шешпей арын арқалап жүрген аналар деген бар ардақты ағайын. Мына екі мамаларыңызға айтарым, ертеңнен бастап орамал тағыңыздар екеуіңізде. Бүгін той мақұл кешіреміз. Бірақ ана сізден үлгі алады. Біраз жылдан кейін мамаларым орамал таққан жоқ қой, мені тақпақ қосылайын деп. Мынау үлкен батырлардың керемет сөзінде айтады. Басынан орамалды алғанша мен басымды қосып ала сал деген. Сондықтан жас ұрпаққа сіздер тәрбие бересіздер. Айналайын Нұреке, мына сіздің ата-анаңыз жалпы құшақтап ата-аналарымыздың көзінен сүйіп, бір маңдайынан сүйіп қойсақ бәрекелді. Бірінші кезекте, сосын басқасын жасаймыз. Басқаларға үлгі болсын. Кім өзінің үйінде ата-анасын қолын сүйет? Кім бар өзінің үйінде ата-анасының көзін сүйе алатын жандар бар ма? Bir қолын көтерсін шағай, мен жақсы көремін деп. Машалла, бар екен, бәрекелді. Тағы да бар ма? Бәрекелді. Азғанда бір 10-15 адам қол көтеріп отыр ағай. Машалла. Міне осыны қалған қонақтар үлгі ретінде көрсетейік Нұреке. Шапалақ қанеке. Қазақтың тойы қара жорғамен болса, өзбектің тойы дабыраға түш, орыстың тойы тағысын тағы. Бірақ қазір әр ұлттың өзінің бір ерекшелігі, осы кешке не алып келді олар солы бағалап, қай ұлт мықты өткізді, сол қатысушыларға, яғни той иесінің атынан тікелей сыйлық бар. Олай болса қатысушылар дайынбыз ба? Дайын болатын болсақ, алғашқы болып ортаға орыс халқының тойы қалай өтеді, қалай ерекшелігі бар, ортаға қарсылай қанеке. Қанеке. Хава, шапалақ қайдағай. Шапалақ бар ма? Рахмет. Бәрекелді. Как тебя зовут? Наргиза. Наргиза. Сіздікі ше? Марат. Марат дейді. Осы тойға не алып келдіңіздер? Қой? Осы тойға не алып келдіңіздер? Не алып келдік? Ау? Алып келдік. Қатты сөйлеңізші. Подарка? Подарка? Сіз ше? Сала. Сала. Олай болса, екеуінің қазір биін көрейік. Орыс халқының биі. Кет қанеке, қошемет соқ қояқ. Кішкентай бала шетке қашамыз. Ал кет, қошемет қайда? Иә? Биле! Ша-ха! Биле! Сергей мен Наташа! Бәрекелді, спасибо. Бәқа тұрыңыздар шекеңіз, кет қамаңыздар мен қасымдан. Орыс халқы қалай биледі ағайын? Шапалақ бар ма? Ал ендеше келесі болып шығатын өзіміздің көршілес бауырлар. Олай болса, Эллар мен Нигора. Қарсы алыңыздар өзбек халқы!
Şavala kayda. Haydi. Allah. Rahmet. Asıkmаңыздар. Assalamualaikum. İsminiz? Husanboy bo'ladi. Husanboy, Şavala kayda. Sizdeki? Fatima. Жалпы осы кешке келіп бір өзбекше, таза өзбекше 5 акцент тілек. Tilek? Қолдау бар ма 92-лер қайда? Poqi bo'lmaydi. Таза өзбекше тілек болсын. Do'stim, hamisha yonimda yur. Ал енді дәл осы тілек Фатимада. Енді сізге бұлай жасайық, Фатима ханым тілек емес, бір өзбекше тақпақ болса. Жарай, тілек. Дина сіңілім бақытты бол, Нұржікбеке. Қазақша емес, өзбекше айтайық та. Өзбек біз ғой. Fatima, Жангинан десе. Кешіресіз. Нұма деймін, бақытты деймін сілерге. Олай болса, өзбек халқының биін тамашалаңыздар. Аба! Аба! Hayda! Şap! Hayda! Körmeyim aşığın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Oy berekelde! Rahmet! Құсан ішім амағасын ба? Трезби да? Бері қарай тұрайын. Пелай зор екен бірағы. Олай болса, өзбек халқы қалай биледі? Балдар кіші шетке қашыңыздар көрінбей қалып жатыр. Енді ал ендеше келесі болып шығатын анау киімі өте ұзын, билерді бір ерекше. Жалпы айтқанда прикол не? Сиган халқын шақырайықшы ортаға. Сигандар бар ма? Ортаға кез, ортаға қарай. Кішіне қыза шетке қашыңыздар. Эй, тамаша! Группа поддержка кетқанығы бейді! Ой, тамаша! Секір билейміз, ал кет! Хоба! Шапала қайдағайын! Ой, рахмет! Сиган халқының қыздарын аттарымен танысайықшы. Кім боламыз? Меруерт. Ау? Меруерт. Меруерт. Олар да қазақша ат қояды екен ғой, Сигандарды молодец, бері қарай келіңіздер ғанекей. Олай болса, коллектив екен білем ғой бәрекелді. Енді қазір ойында бұлар Сиган халқы. Олай болса, келе шығатын. Нағыз тау халқының биін көрсетін. Шетке қашыңыздар. Жүрегі нашарлар тамашаламаса да болады. Кавказ елін қарсылайық. Ол кет! Ей! Ала! Шып! Ей! Ей! Ала! Шапалақ бармағай қанекей! Секір! Хоп! Ей! Шып! Молодец! Ой! Молодец! Рахмет. Енді Кавказша қандай тілек бар? Бірінші рет естірмін. Молодец, жақындырай. Ал енді осы қызық бола береді. Келесі болып шығатын ортаға. Яғни біздің елге дінді таратқан жандар араб елің.
Бәрекелді. Негізі бар ғой, өз арабтар ақшаға тойынған қалық қой. Кекірсе доллар шығады. Түшкірсе. Танысайық, жалпы есімдеріңіз Абу Дали Халип. Абу Дали Халипке қошемет бар ма? Ал Абу Дали Халиптің хатуны как тебя зовут так кетсеңді? Олжалғас. Қашан арабтарға қазақтар қыз беріп жүрген? Бәрекелді. Осы кешке не алып келдіңіз? Бажа, трехкомнатный квартира. Камера 70. Bir тоқал. Молодцы. Енді басқа арабтардың бөліп керуендей болып жүрген көргеміз. Бірақ арабтардың қазір бір тексеріп көрейік, қазақша рэп айта ала ма екен бұлар? Қазақша рэп айта аласыздар ма? Қазір менің айтқанды қайталайсыздар, бірақ мощный қайталайсыздар. Келіспе, қошемет соғайық. Йоу. Айы отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Дәл осыны араб еліне айтқыз көрейік, ағай, кет! Йоу, айы отыр партада. Йоу, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қалыпты масқара. Базалардың атын араб елі! Кішкене чайға тұра бер. Ең ардақ ағайын, ең соңғысы. Бұл біздің нағыз патриот. Қазақ елінің батырын қарсы. Айналайын бауырым, көктуда бал ола белемі, батырлар құсап, ассалаумағалейкум сәлемдердің десе. Алейкум ассалам. Рахмет. Батыр, осы уақыттан қанша жауға шықтың? 500 жауға шықтым. 500 жылға ма, 500 жауға ма? 500 жауға шықтым. 500-ді